Адам баласы жерде тіршілігін жалғастыру барысында қоршаған ортаға түрлі зиянын тигізеді. Оның бірі күнделікті өмірдегі қоқыстар. Қоқыстың көлемі жыл санап өсіп келеді. Қоқыстың ретсіз араласуының кесірінен қайта өңдеу шаралары жүргізілмейді. Адам табиғатта 500 кг мөлшерде қоқыс шығарады. Оның тек 5% өңделсе, 90% қоршаған ортаны ластауда. Қоршаған ортаға жағымсыз иісінің кесірінен және түрлі улы радиациялық заттарының кесірінен зиянын тигізуде. Бұл таралған заттар улы заттар балықтарды улап суға араласады. Ол суды күнделікті өмірде адамда тіршілік көзі ретінде пайдаланып, оны ішкеннен соң адам уланып түрлі ауруларға шалдығады. Ауаның ластануынан адам тіршілігі, яғни денсаулығы нашарлайды. Улы газдардың ауаға араласуынан адам өкпесі үлкен мөлшерде зиянын тигізеді. Бұл жағдай өсімдіктерге де тигізер зияны көп. Осы секілді жағдайлардан қалай жол табуға болады? Ең алдымен қоқыстар шығармас бұрын материалына қарай бөліп, қайта өңдеуге болатын заттарды бөлек қою керек. Ескі керексіз қағаздарды қағаз өңдейтін зауытқа жіберсек, нәтижесінде жаңа зат алуға болады. Шыны материал заттарды шыны өңдейтін зауытқа жіберсек, түрлі бұйымдар алуға болады. Пластик бөтелкелерді өңдеу барысында қағаз, түрлі жемпірлер, киімдер, велосипед секілді түрлі заттарды алуға мүмкіндік аламыз. Тағы бір кеңес, бір рет қолданбалы қалталардың орнына қайта өңделген қалталарды қолдануға әлдеқайда тиімді. Сіздерге берілген ақпаратты күнделікті өмірде қолданасыз деген ойдамыз.